Жасөспірімдердің алкогольді пайдалануына қатысты маңызды статистикаға сәйкес, кіші және жоғарғы сынып оқушыларының жартысына жуығы ай сайын алкогольді ішеді. Ал жасөспірімдердің 14%-ы өткен жылы кемінде бір рет мас күйінде болған. Жасөспірімдердің шамамен 8%-ы қатарынан кем дегенде 5 немесе одан да көп алкогольді сусындар ішетінін айтады. Жасөспірімдердің темекі шегуі қазіргі уақытта маңызды медициналық, әлеуметтік және психологиялық педагогикалық проблемалардың бірі болып табылады. Жасөспірімдер темекі шегіп, кейін алкоголь мен есірткіге әуестеніп, девиантты мінез-құлықтың алғашқы белгілерінің пайда болу мәселесі ерекше назар аударады. Біздің елімізде және шет елде жүргізілген көптеген медициналық зерттеулер темекі шегудің адам ағзасының барлық жүйелеріне зиян келтіретіні және физиологиялық, психологиялық тәуелділікті тудыратынын дәлелдейді. Нашақорлық бүгінгі таңда адамзатты алаңдататын әлемдік деңгейге көшкен проблемалардың бірі. Есірткі заттарды қолданатындардың басым көпшілігіне мектеп жасындағы бойжеткендер мен бозбалалар жатады. Өйткені жасөспірімдер еліктегіш келеді, сондықтан бір рет есірткіні қолдансам, ештеңе ете қоймас деп, қалай нашақор болғанын білмей қалады. Ал есірткінің қармағына бір іліккен адам одан оңай құтылып кете алмайды. Нашақорлық дертіне шалдыққан адам онсыз өмір сүре алмайтындай күйге түсіп, өзінің денсаулығына өмір құртып қана қоймай, жақындарын қоршаған адамдардың өміріне де қауіп төндіреді. Алкоголь, темекі, есірткіге жол жоқ. Біз өмірді таңдаймыз. Салауатты ұрпақ, бақытты балалық шақ, ой еркіндігі, өмір сұлулығы, рух азаттығы. Есірткіге айырбастамаймыз.